amour. Mais Paris, mon nouveau amour. Attention d'urgence, nous Madide, patientons t'as quelques normal. instants. Choc. Bonjour. Қайырлы таң. Бүгін Париждегі алғашқы күн. Париж кішкене бұлтты болып тұр, салқындау ауа райы. Бірақ та дегенмен қала өте әдемі екен. Ешқашан Париж деген бір арманым болған жоқ. Көбінесе Римге барғым келіп жүрді, бірақ Парижді көргенде әрине бөлек бір әсер алып тұрмын. Жалпы Париж бен Рим екеуі города побратимы дейді ғой. Тек только Париж достоин Рима, только Рим достоин Парижа деген сөз бар. Бүгінгі менің алғашқы ісім не? Ол әрине французский круассанның дәмін тату. Эмили в Париже киносындағыдай круассанның дәміне қарайтын боламыз. Одан кейін ары қарай құрбылармен кездесіп, турист сияқты қыдыратын боламыз. Круассан сатып алдым. Қазір дәмін көреміз. Біздің жеп жүрген круассандарымыздан айырмашылығы бар. Автобусқа маскасыз кіріп кеттім. Маска алуды ұмытып кеттім де. Мына жердегі адамдар маска тақпасаң штраф төлейсің деп маска берді бір кісі. Қазір мен бір жерге бара жатырмын, құрбыммен кездесуге. Париж, сен әдемісің. Мынау Парижде ең биік ғимарат, Монпарнас деген. Және де қараңыздар, үсті тіптен көрінбейді, бүгін соншалықты бұлтты. Окей. Мен жаңа ғана автобуста келе жаттым. Автобуста тұрғанда бір әйел маған келіп, «Qu'est-ce que vous faites jolie?» деп айтты. Яғни, сені не осындай әдемі қылады деген сөз. Это так мило. Это так мило. It made my day. Қазір Тюильри паркына бара жатырмыз. Ол жерде құрбыммен кездесемін. Және де бұл парктен үлкен колесо обозрения көрінеді екен. Париждің өте әдемі парк. Ал қазір мен өзеннің бойындамын, Сена өзені. Ауа райы бұлтты болмағанда әдемі болатын еді. Парижде күз. Айтпақшы мен мынандай фотоаппарат алдым. Kodak Fansaver. Бұл Kodak'тың пленочный фотоаппараты. $13 тұрады, қателеспесем. Ішінде 39 кадр бар. Яғни 39 рет қана түсіруге болады. Және де салонға барып алып алуға болады. Суреттер өте әдемі, винтажный сияқты болып шығады, сондықтан алдым. Парижден естелік болсын деп. Стереотип. Беретки.
красный берет. Жоқ, естімедім. Тем временем. Привет! Say hi to my vlog. Привет всем! Или қазақша? Bonjour, десем болады. Ah, bonjour! Nous sommes à Paris. Et du coup, vous pouvez voir, non, vous pouvez pas voir le Louvre juste là-bas. Айдана осы жерде оқиды Францияда. Иә. Французша күшті сөйлейді. Грантта оқысын. Иә, Грантта. Осы жылы грантқа. Қандай стипендия? Мопта. Make our planet great again. 700 евро в год. Ой, в месяц Да, получается. кстати, расскажи немножко о своей стипендии. У меня бесплатное обучение. Получается, из-за того, что я учусь в Гранд-Эколь, это высшая школа инженерии, у меня учеба, получается, для французов стоит 600 евро. Это примерно 300 тысяч тенге всего лишь за год. Но и это мне бесплатно. И мне страховку бесплатно, звание в общаге. Получается, льготные тебе квоты определенные есть. Чтобы поступить, надо знать французский? Да, вот. Сдать Единственное, это нужно знать французский. Если у тебя классный французский, то... Hazır на фотоаппарат taşımışız. Wind. Так? Press and hold for flash ready. Flash ready light on. Так, да, когда оно включится. Видишь, что ли? Еще раз давай. Парижде уже рождественская атмосфера, барлық ресторандар, кафелер уже оформлять етіп бастаған. Өте әдемі. Это типа этот? Потому что видишь, написано свобода. Либерте. Француздар митингке шықты. Не демек? Типа не хотят, чтобы было еще раз карантина. Бұл жерде әр сенбі күні осындай митинг болады екен. Бұл мирный митинг деп аталады. Осылай адамдар жазулармен, тулармен митингке шығыпты. C'est de la sardine salée à l'huile avec des capres. Zone. Hop, pardon. Bon appétit. Можно вот так открыть, потом вот так. Все, короче, я готова. Мына жерде серьезный бір нәрселер болып жатыр. Не болып жатыр мында? Ну, говорят, что из-за митингов, но походу не из-за митингов. Important incendie dans un immeuble près de l'hôtel. Пожар болған, иә? Да. Қазір кеш болып қалды. Сағат неше, 6 ма? 6. Иә, біз қазір Tour Eiffel, иә? Eiffel Tower'ға бара жатырмыз. Жиналдық. Бұл біздің отеліміз. Біраздан кейін рум-тур көрсететін боламын. Ал қазір мынау мен бүгінгі аутфитім. Du coup, insérer le camp. Moi,
Messieurs, dames, votre attention s'il vous plaît, nous venons d'avoir une mise en tension d'urgence. Nous По идее, patientons это quelques нормально. instants. Метро может застрять из-за электричества. Нет, куран. О, все, поехали. В общем, в Европе нельзя уже по ним. Мына үлкен деп ойламаппын негізі. Өте биіксіз. Je suis désolée, Istanbul, mais Paris, mon nouveau amour. Бізде мына жерде Парижде Нишевская делегация собралась, иә? Давайте все. Иә, кім қай Ништан айтып шықсын. Ниш Костанай. Вот, да. Ниш Шымкент, Ниш Өскемен. Өскемен? Мы тоже Костанай. Шымкент, Коста-Рика. Шымкент вы без этого лучше. Өскемен лучше. Пишите в комментариях, какой город. Мы сейчас Туркестане молчат. Memleketlisini görmüş gibi oluyor. Biz Türkçe söyleyen adamlar biziz Türk. Sen de mi Kazakistanlısın? Sen fazla benzemiyorsun ama. Sen biraz daha uzun sanki. Olabilir mi? Yok, aslında tam Kazak. Kazaksın. Evet. Ama Kazaklar farklı oluyor bizde. Öyle mi? Evet. Güzel mi? İyi bir şey söyledin. Teşekkür ederim. Türklerin buluşması oldu burada. We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out on the terrace. I don't know if it's fair, but Bizde hazır Fransızki çay. Çay по-французски boyunca жатыр. Қыздар түрік сериалдарын әлі айтып жатыр. Неше сағат болды біз осы темаға сөйлесіп жатқанымызға. Сейчас актер же выглядит. Сейчас Учкуруш классный сериал. Он типа как нағыз қазақ сияқты. Иә, келедім. Сағат таңғы 3-4-ке кетіп жатыр. Чипсы маған алып тұр прям. Су да былай ашылады екен. Біз қазір Бульон деген ресторанға келдік. Париждегі ең танымал ресторан және французский тамақтар табуға болады бұл жерде. Бірақ бұл жерде өте үлкен очередь бар екен. Біз уже примерно... Біз қанша уақыт тұрмыз? 15-20 минут. 15-20 минуттай тұрмыз. Адам деген көп. Бірақ тез-тез босап жатқан сияқты. Көреміз. Ковид пас міндетті түрде. Біз кірдік, қазіргі газ береміз. Мына жерде адам өте көп. Официанттар да өте көп, бәрібір стол басына бір официант шығар. Déjà avec le pain. Du pain. Le quoi? Du pain ou les croutons ou je sais pas. Oui, c'est ça. C'est normalement déjà ensemble. Aussi, beefsteak, frites. Le beefsteak, medium. Deux. Medium. Ok. Medium, normal. Oui. Quoi? эти для каш. Да. Нет?
Biz onion soup заказ бердік. Ол сарымсақты суп және де улитки осындай. Тағы да біз стейк заказ бердік. Бірақ ол біраздан кейін келеді. Мынаның дәміне қарайық. Надо на ютубе посмотреть. Ну да, но я имею в виду, там типа есть, наверное, что-то изишнее. Шухватер полностью. Я и лакшери жизни. У меня просто, знаешь, у меня же типа домашние официантки остались, типа, у нас так не делают, и мама может, что типа. Он улыбнулся, я на тебя смотрю, я вот так вот смотрела, он такой. Типа, если человек стоит, Мына жерде QR код бойынша счетты төлеуге болады екен. Көрсетші? Сайт. Каждый раз. Әр адам өзінің телефонынан төлесе болады екен. Күшті система мағаннан. Apple Pay он бар. Тойып тамақ ішіп шықтық. Ал мына жақта кезек әлі бар. Обед уақыты өтіп кетсе де, очередь әлі үлкен. Біз ары қарай қыдыруға кеттік. Қазір біз Парижде ең жоғарғы нүктелерден бірі Монмартрға барып жатырмыз. Біраз жоғары жүруіміз керек, Стамбулдағыдай. Мына көріп тұрған ғимарат ол пирог сияқты екен. Пирогтың кесілген, яғни кусок пирога. Европада көп мемлекеттерде сондай мүсінді квартира үйлер болады. Бір пирогтың жартысы сияқты. Я бір. Ал біз Монмартрдың ең жоғарғы нүктесіне келдік қазір. Мына жерде бүкіл Париж көрінеді. Монмартрды көрмеген адам Парижді де көрмеген деп айтады екен. Шынымен де, Монмартр төбесі Парижден 130 метр биіктікте орналасқан және бұл жерден бүкіл Парижді көруге болады. Бұл жерде әйгілі Сакр-Кёр, яғни жүрек базиликасы орналасқан. Сондай-ақ, егер де сіз Эмили в Париже сериалын көрген болсаңыз, Монмартрдан түсіп бара жатқанда La Maison Rose деген сол сериалдағы кафені кездестіруге болады. Парижде міндетті түрде баруыңыз керек тағы бір жер, ол Лафайет галереясы. Жай ғана бір сауда орталығы сияқты көрінгенімен, құпиясы соңғы қабатында. Яғни террасасына шықсаңыз, Эйфель мұнарасы, опера ғимараты және бүкіл Парижді көре аласыз. Бұл жерге күн батысында баруыңызды кеңес беремін, себебі күн батысында аспан ерекше әдемі көрінеді. We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out on a terrace. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. It's you. Happy birthday to you. Let's show them we are better. На карте сперва это... Мы стали свидетелями, как лагерь болдық. Мен әлі шокта болып тұрмын. Метрода жаңа ужасный нәрсе болды. Бір қыз телефонымен отырды. Олар қандай нация болды? Индус сияқты. Не, это Арабтар. Парижде өте қылмыс, өте көп. Сондықтан өздеріңізбен бірге всегда жалғыз жүрмеңіздер. И перцовый баллончик реально алып жүріңіздер. Қыз даже турист емес, ол француз қыз. Француз қыздан.
карамайды, телефон ұрласа ештеңе істемейді, олар қарамайды да. Өйткені оларға телефон ұрлау әрбір адамның телефонын ұрлайды осында. Менің это де норма, короче. менің де телефонымды ұрлады. Уже где-то 1 жыл. В шоке. Мен Парижде өмір сүргім келмейді. Біз жаңа ғана отельге келдік. Біз метрода кішкене на эмоцияға беріліп, дұрыс түсіндіре алмадық. Жалпылай айтып кетейін деп шештім. Біз метроға кірдік, отырдық, және де бір қыз телефонға қарап, қолында продуктысы бар отырған. Оның ар жағында 2 адам, бір әйел, бір ер адам. Метро тоқтайды станцияға. Қыз жаңағы отырған француженка қыздың телефонын алып сүйрей бастайды. Ол телефонын жібермейінше ол қыздың шашынан жұлып тартады есікке қарай. Ана қыз деген бақырып айғайлап жатыр. Біз түсінбейміз, олар төбелесіп жатыр ма, не болып жатыр. Мен артпен қарап отырған болатынмын. Сосын былай қарай бұрылып қарап жатыр. Ана қыздың қолындағы творогы барлығы төгіліп, қыз бақырып айғайлап жатыр. Одан кейін есіктер жабылады, метро жүреді. Қыз қаншама уақыт бойы өз-өзіне келе алмай жылап тұрды. Біз де түсінбейміз, не болды, барлығы дұрыс па. Бұндай жағдай Парижде норма екен. Яғни мен қазір түсініп тұрмын, біз қалай 3 күн бойы бай жай барақат жүргенімізді ойлап кетсем, тіпті телефондарымызды, сумкаларымыз жерге қоя салып, суретке түсіп кетіп. Және де бір қызығы, метрода отырған адамдар еш нәрсе істемейді. Еш нәрсе істей алмайды. Тіпті қыздың өзіне келгеннен кейін айтып жатыр, негізінде олар өздерімен бірге пышақ алып жүреді екен. Және де ол кезде лучше телефонды бере салған. Мен үшін өте үлкен бір шок болды. Білмеймін, біз, мүмкін емес. Біз отельге келіп, қыздармен өз-өзімізге әлі келе алмай отырмыз. Бізбен де болу мүмкін жағдай еді, Біз 1 метр араға шықтық арамызда. Вагонда, көп адам жоқ вагонда. Неше адам болды? 6-7 адам. Париж үшін бұл норма. Парижде өте көп мигрант бар, өте көп әртүрлі ұлттар бар. Туристический жерлерде өте көп жүреді, аңдып жүреді. Сондықтан, егер Парижге келсеңіздер, өте сақ болыңыздар. Өте қауіпті. Білмеймін, тезірек осы қаладан кеткім кеп тұр. Ертең соңғы күніміз. Париж дәл кетерде осындай жаман бір көңіл күйіміз түсіріп жіберді. Туған күні. Қазір кофейняға келдік. Мынандай орындықтарда отыруды армандап едім. Қолымда багетпен Париж саяхатым аяқталды. Келесі видеода көрüşürüz.